Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздерді ерекше шабытқа толы саяхатқа шақырамыз. Елдос Сметов, қазақ халқының мақтанышы, Олимпиада чемпионы. Бұл тек жеке жеңіс емес, бұл бүкіл ұлттың жеңісі. Ал сіз бұл үлкен жетістіктің артында қандай еңбек жатқанын білесіз бе? Ең алдымен каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарияға пікіріңізді жазыңыз, достарыңызбен бөлісіп, қоңырауды да басып қойыңыз. Соңына дейін көріңіз. Үлкен рахмет. Кеттік, бірге білейік. Елдос Сметовтың жеңіске жету жолы. Елдос Сметов, Қазақстанның мақтанышы, Олимпиада чемпионы, табандылық пен ерік жігердің жарқын үлгісі. Оның спорттық жолы тек алтын медальға жету емес, сонымен бірге әрбір қазақстандыққа шабыт сыйлау болды. Бұл жетістік оңайлықпен келген жоқ, оның артында жылдар бойғы қажырлы еңбек пен рухтың беріктігі жатыр. Елдос Сметов бала арманынан үлкен мақсатқа жетуі. Әр адамның жеңіс жолы армандардан басталады. Елдос Сметов үшін бұл арман бала кезінен бастау алды. Ол Шымкент қаласының қарапайым отбасында дүниеге келді. Әкесі мен анасы Елдосты еңбекқорлық пен табандылыққа баулып өсірді. Ол кішкентай кезінен спортқа жақын болды. Бала кезінде қатарластарымен ойнап жүріп, жеңіс пен күреске деген құштарлығын танытты. Спортқа деген алғашқы қадамы жай қызығушылықтан басталды. Дзюдоға алғаш келгенде оның үлкен арманы болған жоқ. Бірақ уақыт өте келе, жаттықтырушысының қолдауымен және өз еңбегімен ол бұл спорт түрін өмірлік ісіне айналдырды. Дзюдо Елдос үшін жеңіс пен жеңілістің мағынасын түсінуге, табандылықтың құнын білуге үйретті. Жеңіліс табыстың бастауы. Чемпион болу оңай емес. Жеңістің дәмін сезіну үшін алдымен жеңілістің ащы сәттерінен өту керек. Елдос бұл жолды бастан өткерді. Алғашқы жарыстарында жеңіліс тауып, өзіне сын көзбен қарауға мәжбүр болды. Әр жеңіліс оның рухын шынықтырды, әр қателік оны тәжірибелі етті. Кейде үмітсіздік пен шаршау үстемдік етті, бірақ Елдос ешқашан артқа шегінген емес. Ол үшін басты нәрсе өз арманынан бас тартпау. Жеңіс жолында кездескен қиындықтар оны мықтырақ етті. Оның сөзімен айтқанда, қиындық бұл жетістікке жетудің құралы. Егер оны еңсерсең, биіктей түсесің. Ол әрбір жеңілісінен сабақ алды. Қателіктерін түзеп, өзінің шеберлігін жетілдірді. Күрес барысында қарсыластардың тактикасын зерттеп, әр жаңа жарысқа бұрынғыдан да дайын болып шықты. Еңбек пен төзімділік жеңістің кілті. Елдос үшін еңбек пен төзімділік әрдайым алдыңғы қатарда болды. Ол Олимпиадаға дейінгі дайындық кезеңінде өзіне үлкен талап қойды. Оның күнделікті өмірі тек жаттығулардан тұрды. Күнделікті режимі, дұрыс тамақтануы, ұйқысы бәрі чемпион болу үшін үйлестірілді. Ол тек физикалық дайындықпен шектелмей, психологиялық тұрғыда да мықты болуға тырысты. Көптеген спортшылар үшін маңызды сәтте қобалжу үлкен кедергі болуы мүмкін. Елдос бұл мәселені еңсеру үшін медитация жасап, әрдайым позитивті ойлауға тырысты. Мен өзіме және елімнің қолдауына сендім. Сол сенім маған күш берді дейді Елдос. Оның әрбір жеңісі тек жеке жетістік емес, бүкіл Қазақстанның жеңісі. Ол тек спортшы ғана емес, сонымен бірге жастар үшін үлгі бола білді. Олимпиададағы тарихи жеңіс. Олимпиада әр спортшының ең биік мақсаты. Елдос Сметов бұл арманын жүзеге асырды. Оның жеңісі тек медальмен өлшенбейді. Бұл жеңіс қажырлы еңбектің, табандылықтың және өз еліне деген сүйіспеншіліктің нәтижесі. Ол жарыс алаңында Қазақстанның туын көтеріп, әлемге елінің даңқын паш етті. Бұл сәт тек спорттық жетістік қана емес, елінің намысын қорғаған үлкен жауапкершіліктің үлгісі болды. Елдос, Олимпиадада жеңіске жету менің өмірлік арманым еді. Бірақ мен бұл арманымды орындағанда мен үшін ең үлкен марапат өз елімнің сенімін ақтау болды деп атап өтті. Жастарға шабыт және болашаққа жоспарлар. Елдос Сметовтың жетістігі қазіргі жастарға үлкен шабыт. Ол тек спорттағы жетістіктерімен ғана емес, өмірдегі қарапайымдылығымен және адалдығымен үлгі бола білді. Оның жеңіс жолы әр жас спортшыға өз арманын жүзеге асырудың мүмкін екенін көрсетеді. Бәрі де еңбекке байланысты. Егер сен өз күшіңе сенсең, қандай қиындық болса да жеңуге болады дейді Елдос. Қазіргі таңда ол тек спортшы ғана емес, тәлімгер ретінде де белсенді.
Ол жастарды спортқа баулып, олардың чемпион болуына жағдай жасауға күш салып жүр. Оның айтуынша, әрбір балада ерекше талант бар, тек оны дұрыс бағытта дамыту қажет. Елдос Сметов, еліміздің мақтанышы, нағыз батыр. Оның жеңіс жолы тек спорт әлемінде ғана емес, өмірде де табандылық пен қажырлы еңбектің маңыздылығын көрсетеді. Ол өз жетістіктерімен елімізді жаңа биіктерге көтерді. Бұл оқиға әрбір адамға шабыт сыйлайды. Арманың қаншалықты биік болса да, оған жету мүмкін екендігін дәлелдейді. Елдос Сметов тек чемпион емес, әр қазақстандыққа үлгі бола білген қайраткер. Қазақстанның туы әрдайым биік желбірей берсін, ал Елдос сияқты батырларымыз бізді шабыттандырып, алға жетелей берсін.